Және де осы гүлім. Бұл да үстілерін бәрі 3-4 рез жерінен кесіп алдым. Осындай жерге көміп қойған кезде тамырлайды өзі. Тамырлап осындай өскін өсіп, жоғарыға қарай жапырақтары шығат, бұтақтары. Соларды бөліп алғанмын. Және де мына өзінің тамырыменен жапырақтары жоқ жерін осылай егіп қойғанмын. Бұған да осындай көп болып нелер бұтақтары келе жатыр, жапырақтарын жайып қалған. Бұған да бір ай шамасы болып қалды. Сол бірінші түсірген күні еккен болатынмын бұнда. Бұл да осылай жердің топырағында отыр. Және де шайдың, кофенің қалдықтарын осы гүлге құйып отырамын. Мінекей, бұған кіретін орын жоқ. Бұл пеш жағатын бөлмеде тұр. Негізі ыстық бөлмеде тезірек өсетін болады. Гүлдеріңіз, олеандр гүлдеріңіз жапырақтары түсіп, сондай жаман жағдайда болып жатса, қорықпастан кесіп тастасаңыздар, көп болып осындай бұтақтары шығатын болады. Қорықпай үстілерінен бір қарыс қалтырып кесіп тастаңыздар. Сол кезде көп болып бұтақ шығарады. Мінекей осылай көріп тұрғаныңыздай, сонда қалың болып өсетін болады.